Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге Чемпион из Освенцима фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер жолшыбай келген көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл сіз үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Ударь меня скорее, делай, что говорят. Огонь! Бұл фильм шынайы өмірден алынған. Басты кейіпкер Тадеуш Петчаковский өз сияқтыларымен бірге сапта тұрып, үйінің жанында жаттығып жүрген кезін есіне алады. Ал дәл қазіргі уақытта басқа поляктармен бірге Освенцим ауласында тұтқында тұр. Бұл жерде нацистер жаңадан келгендерді тергеп жатыр. Көп ұзамай қорқып тұрған адамдардың алдына неміс офицері шығады. Айтуынша, алдында тұрғанның барлығы енді келіп жатқан тұтқындар екен. Енді оларды казарманың жөндеу жұмыстары күтіп тұр. Бірақ та ұзаққа емес. Асып кетсе 3 айдан кейін барлығы халық жауы ретінде өлім жазасына кесіледі. Сөз сөйлеп болған соң тұтқындардың барлығын шаштарын алып тастайды. Ал Тадеуш қайтадан бұрынғы кезін есіне алады. Тадеушты үйінің қасына неміс солдаттары келіп алып кеткен. Келесі күні казарманың жерінде ұйықтап болған соң тұтқындардың барлығы тастарды шабу жұмысына кірісті. Арасында алғаш болып өлім құшып жатқандар да бар. Ал Тадеуш қайтыс болған адамның үстіндегі шүберекті алып, өзіне жылыну үшін пайдаланды. Тамақтану кезінде өздері сияқты тұтқын поляктың Янок деген кішкентай баланың тамағын тартып алғанын көреді. Бірақ та оған қарсы ештеңе істемеді. Ал кейін тікенек сымдармен қоршау жасап жатқанда тұтқындар бұл жерден қашып кетуді ойластырады. Осы кезде қария қашу туралы өзінің ақылын айтып жатқанда, артынан бір күзетші келіп оны ұрып өлтіреді. Камера кішірейе бергенде поляктардың қалай өкінішпен қимылдап жатқанын көреміз. Ағаш шеберханасында кешкі асынан айырылып қалған кішкентай бала Янок жігітке келіп, оның Тед есімен танымал болған боксер екенін бірден білді. Сөйтсе Тадеуш Польшадағы жеңіл салмақтағы бокстан чемпион екен. Алайда жігіт өзінің бұрынғы спортшы екенін ешкім білмей-ақ қойсын дейді. Себебі дәл қазір жігіт басқа да жерлестері сияқты жай ғана тұтқын болып қала бермек. Сәлден кейін Тадеуш түрме басшысының үйіне жаңадан жасалған үстелді алып барды. Әзірге ешкім көрмей тұрғанда базадағы бірнеше алманы ұрлап кетеді. Алманың біреуін жас бала Янокқа береді. Бірақ та Янок оны қартайған бір кісіге берді. Сонда жігіт Янок жесін деп оған тағы да бір алма береді. Олар алманы жеп үлгермей тұрып, ішке түрме басшысы келеді және жоғалған алмаларды қолынан көріп қойды. Оның бұйрығымен шалды, Тадеушыны және жас баланы көшеге шығарады. Олардың көзінше басқа тұтқындарды жасаған ұрлықтары үшін атып тастайды. Ал сосын бұл үшеуіне бастарына алманы қойыңдар деп бұйырады. Осылайша түрме басшысы алшақтау тұрып алманы атқысы келеді. Бірақ та оның дәлдігі нашарлау екен. Осылай шал басынан бір оқ тиіп қаза тапты. Ендігі кезекте офицер Тадеушқа алманы басыңа қой дегенде, жігіт алманы жеп тұра береді. Сонда офицер жігітке қаруды кезеңіп атқысы келді. Осы кезде Янок Шиллердің поэмасын оқи бастады. Офицерге баланың оқыған поэмасы ұнап қалды. Сол үшін де жаза ретінде оларды атпай, оның орнына дүре соғады. Немістер поляктарды атып тастасақ, жұмысымыз жүрмей қалады деп қорықпайды. Себебі тұтқынға түскен поляктар өте көп. Ал түнде бала да Тадеуш та ұйықтап жатқанда еврейлер группасын алдап баняға кіргіземіз деп газды камераға кіргізіп жатыр. Сонда казармадағылар еврейлердің өлім аузындағы шыңғырған дауыстарын естиді. Кешкі жұмыс кезінде күзетші шұжықтың бір тілімін жерге әдейі лақтырады. Ал аш жүрген жұмысшылар осы бір тілімге таласып төбелеседі. Ойлаған төбелесіміз тез аяқталды. Сонда күзетші қолына шұжықты алып тұтқындарды бір-біріне ұрғызады. Қатты ұрған соққыдан біреуі құлайтын болса, ұрған адамға шұжықты береді екен. Тұтқындар бір-бірін кезек-кезек ұра бастады. Ақыры біреусі талып құлайды. Ал күзетшілер болса, уәде етілген сыйлықтың орнына екінші раундты ұйымдастырамыз дейді. Осылайша ортаға балақай Янокты шығармақшы. Бірақ та Тадеуш баланың орнына мен шығамын деп ортаға келді. Жігітті ұрғысы келгенде бұрынғы бокстан қалған әдеті бойынша соққыдан әдемі қашып тұрады. Бұған ашуланған күзетші бұрынғы чемпионды ұрғысы келді. Алайда өзі құлап қалды. Сонда Теддиді екі адам болып ұрғысы келді. Бірақ та басқа күзетші келіп төбелесті тоқтатып тастады. Және немістерге ұсыныс тастайды. Тадеуш бір күзетшімен жекпе-жек тұрсын. Егер күзетшіні жеңетін болса, онда тамағын алады. А егер жеңіліп қалса, онда жігітпен білген істесе болады екен. Жекпе-жек тазартылған жерде сәлемдесу жұдырығымен басталады. Бастапқы уақытта Тедди жай ғана соққылардан қашып жүрді. Ал күзетші ұра бастағанда Тадеуш кереметте соққыларын жібереді. Осы жерден төбелесті тоқтатты. Ал жеңген адамға қосымша тамақ берді. Кейін жігіт казармаға келіп, басқалармен тамақты бөлісті. Ал кішкентай бала болған оқиғаны барлығына айтып беруде.
Келесі күні Тедди өзімен жекпе-жек тұрған күзетшіге келді және оған бірнеше дәрі-дәрмек пен тағы да тамақ алып берші деп өтінді. Осы үшін де екеуі түрме басшысына келді. Бұл жерде күзетші Теддиді өте мықты боксер деп таныстырады. Бірақ та немістер жігіттің кім екенін онсыз да біледі. Себебі Тедди туралы бүткіл құжаттар бар екен. Осыдан кейін басшылар жеке тізімнің рухын көтеру үшін тұтқындардың арасынан жекпе-жек ұйымдастырады. Осылайша рингті де жасады. Қолдарына бокс қолғабын кигізіп, Тадеуштың өздерінің адамдарымен бокстескенін қарайды. Бұған қосымша немістер ставкалар тіге бастады. Ал поляк бокстан жеңе бастағанда оны жеңіл жұмыстарға жұмсайтын болды. Бұл жерде денесін шынықтыруға мүмкіндік бар және әдеттегіден де көбірек тамақ жей алады. Онымен қоса емханаға барып, жарақаттарын емдей алады. Емханада дәрігер Теддиға қосымша дәрі-дәрмектер береді. Осыдан кейін жігіт атқораға барып, көптеген дайындықтар жасайды және өзінің күшін жаймендеп қалпына келтіруде. Ал басқа поляктар болса, әлі де ауыр жұмыс жасауда. Онымен қоса жігіт күзетшілермен әлі де жекпе-жекке тұрып жүр. Ал басқа тұтқындарды немістер әлі де газовый камераға кіргізуде. Ал өлі денелерді қақаған суықта далаға тастап кетеді. Біраздан кейін жылқы мінгенді жақсы көретін офицер келіп, Тадеушқа сен біраз салмақ қосып алыпсың дейді. Сені мұнда жақсы тамақтандырып жүр екен. Бірақ та біз қалаған кезде сені рингта жеңілуің керек деп айтады. Арнайы осы үшін лагерге бір тұтқынды алып келді және ол Теддидан бірнеше категорияға салмағы ауыр. Алайда жайбасар қолапайсыз боксер өте тәжірибелі боксшының қасында дымда істей алмай қалды және көптеген көрерменнің алдында жеңіліп қалды. Ал казармада Теддиді барлығы қуанышты дауыстарымен күтіп алды. Жігіт осы жердің кішігірім жұлдызына айналды. Бірақ та комендантқа Теддидің атының көп айтылуы ұнамады. Оған қоса Тадеуштың өзі де боксты тастағысы келеді. Дәл қазір шынына келетін болсақ, бұл ол үшін спорт мансабы емес қой. Алайда жігіттің жеңістері тұтқындар үшін өте маңызды. Оларға бір жағынан қосымша тамақ болса, бір жағынан өмір сүруге деген бір үміт сыйлайды. Кезекті еврейлерді газовый камераға кіргізу уақытында поляктарға тамақ тасып жүрген қызды ұстап алды. Қызды кезекке әкелді. Ал осы жерде офицер қызға киіміңді шеш деп бұйырады. Ал қыз болса өз кезегінде офицерді тыңдамай, оның қаруын тартып алып атып жібереді. Соның кесірінен күзетшілер жалғыз қызды емес, сол жерде тұрған барлық еврейлерді атып тастады. Бала Яник бұл көріністің куәгері болды. Осы уақытқа дейін Тадеуш осы балаға қарайлап келген еді. Бір күні күндіз Тедди Молоток деген лақап аты бар неміс жігітінің поляк тұтқындарын ұрып соққы техникасын дайындап жатқанын көреді. Молоток өз кезегінде Германияның бокстан чемпионы екен. Осыдан кейін Тедди түрме басшысы арқылы әлгі чемпион жігітті жекпе-жекке шақырады. Бір шарты бар екен, егер де жеңсем, бала Яникті бостандыққа жібересіңдер дейді. Ал кешкісін қызметкерлер мен тұтқындарға арнап жекпе-жек өткізді. Боксшылар Освенцим чемпионы атағына таласатын болады. Күзетшілер жақтан Молоток шығады. Ал тұтқындардың арасынан 77-ші нөмірдегі Тадеуш Тедди Петчаковский шығады. Бір қараса мына Молоток деген жігіт Жиздухадағы Мансарға ұқсап кететін сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар достар? Комментарийге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Осы кезде Тедди жан-жағына қарап бала Яникті іздеп қояды. Бірақ та бала еш жерде жоқ және оны ешкім көрмеген екен. Осылайша жекпе-жек басталды. Алып денесі мен ұзын бойына қарамастан Молоток поляк жігітіне ешқандай соққы тигізе алмады. Есесіне рингтің бір бұрышы болып тұрған жігітті бір удармен құлатып тастады. Абайсызда бір соққы жіберіп алған Тедди неміс офицерлерінің алдына келіп құлап кетті. Осыдан кейін Тедди орнынан тұрып Молотоктың көкірегіне бірнеше соққы жасайды. Ал кейін басына да соққы жасап үлгерді. Бірінші раунд біткенде тұтқындардың барлығы Теддидің атын айтып шулай бастады. Офицердің бұйрығымен поляк жігітке су ішуге рұқсат берілді. Сөйтсе бұл су адамды әлсірететін у екен. Осы судың кесірінен Теддидің басы айналып екінші раундқа шықты. Әлсіреген жігітті Молоток бір-екі соққысымен нокаутқа жібереді. Жігіт құлағаннан кейін көрермендердің барлығын Тадеушының алдына сапқа тұрғызды және алдына бала Яникті алып келеді. Осылайша екеуіне бір-біріңмен төбелесіңдер дейді. Жігіт баланы ұрудан бас тартты. Бірақ та офицер, егер олай жасамасаң, мен бірінші баланы, ал кейін сені атып тастаймын деп қаруын кезеңді. Тадеуш балаға бірінші болып мені ұр дейді. Бірақ та бала тыңдамайды. Сонда офицер атып таста деп бұйырады. Бірақ та комендант жақында ғана баласы өлген болатын. Соны есіне алып, шүріппені баса алмады. Сонда баланы күзетшілердің бірі атып тастады. Ал жігітті мылтықпен ұрып ұйықтатып, кейін столбының жанына алып барады. Осы жерде оны шешіндіріп, қолын байлап іліп қояды да алдына чемпион деген жазуды қыстырып кетеді. Қатты әлсіреген жігіт газовый камераға кезекті еврейлер тобын алып бара жатқанын көреді. Еврейлердің ажал алдындағы шыңғырған дауысын естігенде Тадеуш есінен танып ұйықтап қалды.
Таңертең оны неміс офицері столбыдан босатады. Жұмыс істейтін уақыт болды. Жартылай жалаңаш жігіт немістердің өліктерді өртейтін шұңқырына келді. Осылай жүріп бір жерге жатқанда, ол ағаштан жасалған бір бөлігі жанып кеткен періштенің мүсінін көреді. Бұл мүсінді Янек өзінің ғашық болған қызына сыйлаған болатын. Жігіт ойыншықты қолына қыстырып, моладан шығып кетті. Дәл осы уақытта жоғары мәртебелі қонақтардың алдында молотокты шығарып кез келген бір тұтқындармен төбелестіріп жатыр екен. Тәжірибесі жоқ тұтқын бір соққыдан құлап жатыр. Тұтқындарды ұру жалғаса берді. Осы кезде күтпеген жерден үсті-басы қан-қан, қатты әлсіреген Тедди рингқа келді. Келген қонақтар оны бірден таныды. Сөйтсе офицерлердің бірі соғыс басталмастан бұрын Теддидің жекпе-жегінде рефери болып жұмыс істеген екен. Онымен қоса офицер молоток пен поляктың жекпе-жегіне ставка тігейік дейді. Және де өзі поляктың жеңіп кететініне сенімді. Жекпе-жек басталды. Көрермендердің айқай шуымен Тедди молотокқа шабуыл жасамай, жай ғана оның соққыларынан қашып жүрді. Неміс бірнеше рет Теддиді жағынан ұрып қалды. Содан Тедди жерге құлап түседі. Төреші 10-ға дейін санайым дегенше Тедди орнынан тұрып үлгерді. Енді Тедди үшін тіпті немістің әскерлері де айқайлап қолдау көрсете бастады. Молоток қарсыласының мұрнын сындырды. Содан Теддидің бет-аузы қан-жоса болып қалды. Ақыр соңында Тедди екі-ақ соққымен неміс жігітті нокаутқа жіберді. Келген сыйлы қонақтар барлығы хормен 10-ға дейін санайды. Бірақ та неміс жігіт орнынан тұра алмады. Осылайша Теддидің қолын көтерді. Онымен қоса Теддиді барлығының көзінше Освенцимнің чемпионы деп жариялайды. Төбелестен кейін Тадеушыны басқа лагерге алып баратынын хабарлайды. Келген қонақтарға Тадеушының жекпе-жегі қатты ұнап қалған екен. Сол үшін де жігітті өздерімен бірге алып кетіп, кереметтей жекпе-жектер ұйымдастырғысы келеді екен. Осылайша Тадеуш бокс қолғапты иығына асып, Освенцимнан кетіп бара жатыр. Ал өлу үшін қалған тұтқындардың барлығы жігітті құрметтеп, оған алғысын айтып шығарып салуда. Жігіттің алдына шлагбаун ашылып, ажал лагерінен шығып, әрмен қарай жолын жалғастырмақшы. Ал фильмнің соңында Тадеуш Петчаковский соғыстың аяқталып, Польшаның азат етілгеннен кейінгі өзінің спорт залын ашып, балаларды жаттықтырып жатқанын көреміз. Және сөренің үстінде Освенцимнен алып кеткен, үсті кішкене өртенген, ағаштан жасалған періштенің мүсіні әлі де сақталып тұр екен. Осылайша фильм аяқталды. Достар, егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Және экранға шыққан басқа да видеоларды көруге кеңес беремін. Ал сіздермен бірге болған қысқаша кино.